Қош келдің. Таир, кстати. Қош келдіңдер, кіріңдер байқасыңдар. Сенбі күні мынандай әдемі. Бүгін сенбі ма? Бүгін бізде подкаст шетелдегі білім алу туралы. Қандай талаптар бар? Талап бір. Европада гранттың саны өте көп. Білеміз, Гранттың түрлері де көп. Стамбул қаласындағы Истанбул университеті мысалы. Көрдім, Истанбул өте өте әдемі керемет ғимарат. университет. $1500. Америкада студенттер, яғни мектеп оқушылары мектепті бітіргеннен кейін бір жыл оқуға түспей жүреді. Оны gap year деп айтады. Америкада оқығысы келетін бала нақты не себептен ол жаққа барғым келеді деген сұраққа жауап бере алу керек. Мәдени шок. Мәдени шок шынымен де көбінде болады. Бір жыл шыдамай қайтып келіп жатқан оқушылар бар. Сенің университетің неғұрлым шетелдік мемлекеттің студенті болса, соғұрлым сенің рейтингің өседі. Негізінен студенттер жүрген кезде біз айтамыз қазір. Тек қана азынан кешке дейін Оқи берме. Жай даяшы болып жұмыс жасасаң да, ол жақтың деңгейін көресің. Көзің ашылады. Мақсұт модель болған. Иә. Алма Мен жұмыс істемеген жерім жоқ. Сосын менде 3-ші курста мен Венгрияға бардым. Венгрияда, Мажарстанда, мен Будапештте біздің консульствода жұмыс істедім, посольствода. Осындай мәселелер ұл балалармен көбірек. Өйткені ұл балалар бәрібір ата-анасына жақындап Қыздар өзін алып жүреді. өзін алып жүреді. 100%. Ата-аналар өзінің ойын, өзінің Арманын өзінің жете алмаған арманын баласы арқылы жеткізгісі келеді. Қалайсыздар, құрметті достар? YouTube-қа менің үйіме қош келдіңіздер. Мен шынымен де өзімнің YouTube-дағы видеоларыма, подкасттарыма формат іздеп жүрмін. Сондықтан мен осы қазір енді осындай жасқа келдік. Өзімнің қатарластарымның бәрі бір кәсібі бар, өзі тұлға болып қалыптасқан. Әрқайсысы бір подкаст болатын адамдар. Менің аудиториям негізінен білім туралы көп қызығады, сондықтан менде ондай 3 мықты маман бар екен ортамда. Сосын шыны керек, Мақсұт маған қашан үйіңе шақырасың, қашан. Сосын келіңдер үйге. Сосын отырып әңгіме айтайық деп. Бүгін бізде подкаст шетелдегі білім алу туралы. Бізбен бірге Алма Қожан, Open Edu шетелде білім алу орталығының негізін қалаушы. Бір баланың анасы деп. Ондай ерліктер сізде. Айдана Сәдібекова, Mentor Lab деген шетелге білім беру орталығының директоры. Және Мақсұт Момбаев, World Bank'тың пиар саласының маманы, және Малайзия университеттерінің орталық Азия бойынша өкілі. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Айтыңдаршы, жылына қанша баланы оқуға жібересіңдер шетелге? 200-ден астап. Түркия жақ, Негізі әрқайсың үшеуің досыңдар бөліп алғансыңдар, Әйтпесе? Дүниені бөлдік. Дүниені бөліп. 3 континентке бөлдік. 3 континенттен, планетаны бөліп, бір-бірімізге осылай қолдау көрсетіп, оқушыларды әр жерге жібереміз бір-біріміздің қолдауымен. Былай айтқанда, менің көбінесе оқушыларым баратын елдері ол Түркия. Өйткені сен өзің Түркияда. Өйткені өзім оқығаннан кейін ата-аналары көбісі сенеді, біледі менің қандай оқу мекемелерін жақсы айта алатынымды, қай жерде шынымен де білім алу керектігін өзім ішінде болғаннан кейін оларға қызықтырақ, және көбінесе маған осы Түркия деп келеді. Екінші, биыл міне байқап жатырмын, көптеген Лондон, Англия және өзі Эмират. Мен Алманың видеоларына қараймын, қайда жүр, демек сол жаққа қарай енді жаңа университеттерді біле бастаймыз. Жеке брендтің маңызы ғой. Маңызды сол. Жалпы айтқанда біз барлығымыз үшеумізде мысалы Инстаграмға бастап, солай кәсібіміз бастап кетсе десе де болады. Өзімнің тек қана тәжірибем жайлы айта бастадым, ел жайлы, түскенім жайлы, сосын университеттер жайлы дегеннен кейін, сосын личный бренд солай өзі қалыптасып кетті. Түркия десе, түрік тілі десе, барлығы Алма деп келетін болды. Түріктердің өзі маған келеді солай. Мен өзім аударма жасап алдым. Түрік тілі деген кезінде, Европа. Менде Mentor Lab компаниясы негізінде барлық елдермен жұмыс жасай береді. Бірақ та Азия елдерімен біз Алма арқылы және де Мақсұт арқылы жібереміз студенттерді. Бір-біріміздің елдерімізге араласпаймыз. Шынымен, бірақ негізінде Open Edu де Mentor Lab'та бүкіл елдерге жібере береміз. Бірақ та әркім біреуіміз арқылы жібереміз ғой. Мысалы, мен өзім Испанияда оқыған. Испанияға студенттерді көп жіберем, Италияға көп жібереміз Mentor Lab'та. Жылына 250 шақты студент, 100-ге кейде жуықтап қалады жылда. Сол ішінде Турцияны таңдайтын студенттер болса, Алмаға жіберем.
алмада испания таңдайтын студенттер болса маған жібереді. Сол сияқты Малайзияға Мақсұт арқылы жібереміз. Иә. Мен тек Малайзиямен ғана жұмыс істеймін. Иә. Өйткені өзім Малайзияда оқыдым ғой. бір жағынан Малайзияда университет көп, иә? Және оған баратын Университет адамдар көп. Негізі Малайзиядай бір Үлкен кампус сияқты. 15 шақты жылдар бойы образовательный хаб істеп жатыр да. Шетелдің жақсы деген университеттерін шақырады, өздерінің кампустарын ашады. Сондай жаңағы күшті нәрселер істеп жатыр Малайзияда. Қанша студент барады жылына? Жылына 150. Шамамен 150 студент. Бір ғана мемлекетке. Бірақ университетке. Мен университет. Тем более, знаешь, я реклама істеймін. Енді айтатын несі бар, мен көрдім ол жерде, маған осы университет ақша төлеп бүйтіп ойбай деп айтқан жоқ, бірақ маған шынымен реально ұнады. Өте тамаша, кампусы да. Қыздар да болды, осы отырғанда бәрі болды. Сен ғой. Ата-аналар өте қатты қызығады Малайзияға. Себебі шынымен де мысалы Европамен салыстырғанда, даже Түркиямен салыстырғанның өзінде өмір сүру жағдайлары өте арзан. Астанамен салыстырғанда да арзан. Мен Всемирный банкта жұмыс істеймін ғой, World Bank'та. Бізде жылына әр 6 ай сайын экономический обзор болады, доклад. Соны қарайсың, Европа, Азия мемлекеттерінің экономический ситуациясын, экономикалық ситуациясын қарайсың. Сол кезде, қазіргі кезде вторжение бар ғой, Россияның вторжениесі саласынан кейін Европада тұрмыс, газ, свет бүкіл нәрсе қымбаттады. Өйткені біздің экономистердің айтуынша Европа елдерінде негізі дефицит болайын жатыр, энергетический дефицит болайын түсінікті. Я ол туралы болжамдар болды. Бір жағынан былай Турцияны алсақ, допустим, мен Түркияны өте жақсы көремін, алма. Кешіріңіз, бәрі шындық. Бір Түркия алманыкі сияқты ғой. Сол мен доклад беремін Эрдоганға қазір. Өткен жыл 24-ші жылды қарасақ, 85% инфляция. Ол вообще өмір болмаған бұл әсерін инфляция. тигізеді. Әрине, бір жағынан экономический тұрғысында Турцияда қазір қымбаттаған. Егер де Азия мемлекеттерін қарасақ, жылына бір шамамен 2-3% ғана инфляция болады. Мен 2011 жыл Малайзияға келген кезде булочка 2 рингит тұрса, әлі сол булочка 2 рингит тұрады. Бір рингит қанша теңге? Бір рингит 100 теңге. Шамамен 97. А бір лир қанша еді? 56-80 де болды. Сондай теңге болды, иә. Қазір 13 па? Мен оқыған кезде қарап жатқан 1 кезде. евро 13 500 теңге қазір. болатын. Қазір 1 евро 500 теңге. 500 теңге. 1 евро 200 теңге болған кезде мен Европада болғам. 100 Тамаша, теңге сатып алып, сосын 200-ден қалған ақшаларымды ауыстырып, күшті бір байқау. Магазинге барып, шопинг жасағанда бір күшті көрінеді. Иә, қазір деген жұмыстар ғой. Қазір деген. Окей, ал мысалы ең бірінші мифтарды айтайықшы. Мен мысалы менде үнемі шетелде оқуға мүмкіндік үнемі бар, бірақ мен қорқам. Мен сияқты қорқам, әсіресе отбасы болғаннан кейін, балалы болғаннан кейін соған мүлдем микс қойып тастайтын адамдар бар. Мысалы мен үшін табу мемлекет, мен ешқашан бармаймын деп ойлайтын мемлекет Америка құрама штаттары. Бірақ бізде Нью-Йорк академия бар, тәжірибе алмасуға. Бәрі барып келеді, бәрі сондай бақытты видеолар салып жатады. Бірақ мен білемін да ол, бізде Инстаграмда бәрі әдемі, глянец сондай. Біртүрлі бір қауіпсіздік жағынан өте төмен сияқты. Не себепті осы Америка құрама штаттарының қорқу кең таралған? ақш туралы бізде екі миф бар. Неге жібермейсіңдер сендер? Барлығы мысалы былай айтады, American Dream. Иә, мысалы Америкаға барады, барлығы күшті болып кетеді, миллиондап долларлап ақша табады, оқи алады деген сияқты. Ол жерде енді Ivy League, енді Лиги Плюща ол танымалды, бұл жердегі үлкен жеті университеттер бар. Ол Гарвард, жаңағы барлығы білетін, Стэнфорд, MIT, енді ол жерге түскен балаға әрине сен бара алмайсың деп айтпайсың да, түскен бала ол қанша оқыды біздің? Қанша студенттер көп оқыды. Бостонда қанша оқыды, сонымен қатар бізде
Стэнфордқа да түскен оқушылар аз емес, иә. Ал енді Гарвардқа бірең сараң қазір енді қайтадан естіп жатырмыз, MBA жасап жатқан үлкен кісілердің. Бірақ бұл жердегі енді былай бар да, Америкада оқығысы келетін бала нақты не себептен ол жаққа барғым келеді деген сұраққа жауап бере алу керек 17 жасында. Бағыт үшін ғана ғой. Бағыт үшін ғана. Әйтпесе, егер қауіпсіздік жағынан айтатын болсақ, тұру, сосын енді салт дәстүрлер әртүрлі. Ол жердегі көзқарас, Мәдени шок. Мәдени шок шынымен де көбінде болады. Бір жыл шыдамай қайтып келіп жатқан оқушылар бар. Олар сосын біз оларды мысалы басқа елдерге ауыстырамыз. Өйткені бір жылдың ішінде ата-аналары үшін де үлкен шок, бала үшін де тұратын жері болсын, сосын өзінің группаластары болсын, көптеген андай ситуациялар болады. И оған байланысты өздері ауысып жатыр. Мен өзім Америкаға магистратураға ғана оқуға жіберуге дайынмын. Ал ересек балаларды немесе бакалавриатқа түсем десе, бірінші оны бір интервью алып қана, сұхбат алып қана дайындай аламын. Өйткені оқушы жай мен Америкада оқығым келеді, ақшасы бар болып тұрса да, мен жібермеуге тырысамын. Өйткені егер оның бір мақсаты жоқ болса, ол жерде оқуға қажет жоқ. Негізінде алғанда біз бәрібір де осы алма мақсат болсын, өзіміздің кішкене субъективті болса ой пікірімізді айтып отыруға тырысамыз ата-аналарға. Мысалы Америкаға, ақш құрама штаттарына өзіміз барып келген кезде, бәрібір де мысалы Европамен салыстырғанда, мен енді ол мен субъективті жеке ойым. Біз жібереміз ақшқа да. Ақшта оқып келгендер, ол жерде қатты жабылмауларыңызды сұраймыз. Біз енді Open Edu, Mentorlab және де Малайзия көбінесе бакалаврға жібереміз, 17-16 жастағы балалар. Европада оқып келгеннен кейін ақшқа барғанда менде кішкене мәдени шок болды. Неге десеңіз, менің ойымша Европада кішкене интеллигентті бостандық болса, интеллигентная свобода деп жатамыз ғой. Ал кішкене ақшта все-таки енді консерваторлар мен либералдар. Ол жерде бостандық өте мындай ауқымды деңгейде де, сосын кейін кішкентай 16-17 жастағы балалар бірден бір жаңағыдай белгілі бір не болады, ағымдарға немесе ықпал, влияние болады деп ойлаймын сондай кішкентай балаларға. Өйткені кішкентай балалар ата-анадан енді кетті да, бірден басқа жаққа түскен кезде енді неше түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Бірақ ол тек қана ақшта емес, негізінде Европада да болуы мүмкін, Азияда, даже Қазақстанның өзінде. Ол негізі тәрбие ғой. Сондықтан менің ойымша біз айтамыз, бакалаврға бірінші кішірек елге барыңыздар, немесе жақынырақ елге барыңыздар. Ал магистратураға ақыл тоқтатқан кезде өзіне не керек екенін білген кезде барса деп өзіміз ойлаймыз. Бір жағынан Европа жақ, Малайзияның өзі әдемі ғой. Иә. Қолжетімді. Қарапайым ақш қауіпсіздік жағынан бакалавриатқа болмайды, Қорқынышты. Енді ол жерде мүмкін ол біздің өзіміздің қорқынышымыз. Өзіміздің ойымыз ғой негізінде. Өйткені былай айтқанда әрбір компанияның өзінің де бір несі болады, ол изюминкасы, бағыты болады. Мысалы бізде бір компаниялар бар, біздің өзіміздің тағы да сондай білім жағынан жұмыс істейтін. Олармен сөйлескен кезімде олар Америка деп жатады. И олармен талқыласамыз. Мен айтамын, сендердің Америкаларыңда не бар деп мен айтамын. Біздің Түркияда жоқ нәрсені айтыңдаршы деп қалжыңдасамыз. Сол кезде олардың енді айтуы бойынша әрине оларды да түсінуге болады. Мысалы, ақш университеттерінің бір жақсы жері олардың форматы. 2 жылдың ішінде олар барлық бағыттарды оқиды екен. Ал соңғы 2 жылда ғана өзінің мамандығын таңдайды екен. Сондай оның бір уникальности бар десек болады. Көп оқу бағдарламасы сондай емес па? Жоқ. Өйткені біз бір мамандықты түскеннен кейін сен бірінші жылы ғана болмаса кейбір ортақ сабақтарды, пәндерді өтесің, бірақ көбінесе сенің мамандығың бойынша болады және ол мамандықты сен ауыстыра алмайсың, 3 жылдың ішінде. Көбінесе солай қатаң. Ал Америкада 2 жыл бойынша сен бірінші түскен мамандығың бойынша оқымайсың, жалпы сабақтарды оқитынсың. Ал соңғы 2 жылда сен өзінің направлениеңді, сол кезде ғана бағытыңды таңдайды екенсің. Өйткені ақшта 4 жыл, Европада 3 жылғы бакалавриат. 3 жылда толық бакалавр дипломын алып шығады. Қалай дұрыс? Бұл жерде адамға байланысты. Мысалы келеді, 11-ші сыныпты бітірейін деп жатқан бала өзінің нақты кім болғысы келетінін айта алады. Айта алатын балалар болады. Ал білмейтіндер де бар. Білмейтіндер көбірек негізінде. Өйткені олар кішкентай. Бәрібір де ата-анасының айтуымен түскісі келеді, достарының айтуымен түскісі келеді, немесе в тренде деген сияқты мамандықтар таңдағысы келеді. Осындай жаңағыдай әлі шеше алмай жүрген балаларға
әрине ондай үлкен елдерді бір айтуға қорқасың. Тағы дұрыс емес. Бізде мектепті Бақылау. 16-17 жаста бітіреді ғой еще балалар. иә Сол себепті 18-19. 11 сынып қана болады. Шетелде негізі 12 класс. 18-де уже толыққанды 18-де толық мектеп бітірген кезде сен уже сана сезімің басқа өзгереді, не қалайтыныңды біледі. Сол себепті біз қыздармен келген кезде, студент келген кезде айтамыз, қазір сен дайынбесің, бір жыл gap year ал. Foundational. Foundational. Курсқа бар. Дайындал. Иә. біз фаундейшн өте пайдалы сияқты Өте. Иә. Шынымен де Америкалықтар пайдалы. бекерден бекерге gap year алмайды ғой. 11 сыныпты бітіргеннен кейін олар Олар 12 бітіреді ғой. Иә, мектеп бітірген соң олар бірден оқуға түсе салмайды. түсіндіріп беріңдер не ол Иә, Америкада студенттер, яғни мектеп оқушылары мектепті бітіргеннен кейін бір жыл оқуға түспей жүреді. Оны gap year деп айтады. Иә, мысалы, ештеңе жасамай жылы. Өйткені бала сол жерде өзі жаңағыдай саяхаттайды, өзіне не керек екенін кішкене ата-анасынан бөлек шығу арқылы түсіне бастайды. Енді біздің менталитетте кішкене ол жоқ нәрседе, біз мектепті бітіре салысымен университетке түсуіміз керек. Жұрттар не дейді? Иә деді ғой. Сол үшін біз балалар өздері таңдай алмай жатқан балалар болса, ата-ананың ықпалында, көбінесе достарының ықпалында жүргендер болса, біз айтамыз, ең дұрысы осындай тілдік курс немесе foundation, яғни жаңағы подготовительная программа, дайындық бағдарламасына жіберулеріңізді сұраймыз деп ата-аналарға айтамыз. Өйткені сол дайындық бағдарламасында университеттің бакалаврдың нагрузкасыз, яғни қатты бір қиын пәндерінсіз тілді кішкене дамытады, иә, бір араласады, жеке самостоятельно өмірге үйренеді, иә. Сосын соның нәтижесінде енді сол фаундейшнді бітіре келе өзіне не керек екенін кішкене де болса анықтай алады. Бізде мысалы фаундейшн ақылы ақылы. Иә, бізде иә осы кезде айтып кетсем болады хабарландыруыңды ол қандай мүмкіндік екен ол Малайзияда Сиамай деген университеті бар, ол Қытайдың государственный университеті. 2016 жылы Малайзияның білім және ғылым министрлігімен шақырту бойынша ашылған университет. Қазіргі кезде жыл сайын қазақстандық студенттерге 100-ден астам грант тегін. мен осыны сұрайыншы Макс, неге тегін беру? Өйткені оларға студент жинау керек па? Ол маркетинг ба? Негізі маркетинг жағы да бар. Екіншісі, сенің университетіне неғұрлым шетелдік мемлекеттің студенті болса, соғұрлым сенің рейтингің өседі. Өйткені осы сәменді мен енді жасыратын не сол жарнамаладым ғой мен аккаунтымда. Сол кезде былай таныстар, неге олар тегін оқу беріп жатыр дейді. Демек оларға келетін студент жоқ па дейді. Осындай бұл бір оң маркетинг теріс жұмыс істеп те жатқан уақыт бар да. Бұл сұрақты көп ата-ана көп негізі. Бұл яғни ауқымын кеңейту үшін. Ауқымын Яғни кеңейту қазір үшін. студенттердің жолы болып тұр, иә? Қазіргі кезде мүмкіндік бар. Бірақ Бірақ бір күні мүмкіндік жоқ болып қалуы мүмкін. Өйткені әрбір шекаралар студентке кеңейген кезде болды, тоқтады. әрбір студентке негізі Қытайдың мемлекеті өздері төлейді. Жаңағы Малайзияның университетке финансирование солай жүргізеді. Сол себепті бір күні жақсы олар негізі грантты кез келген адамға бермейді ғой. Аттестатын 5-0 болса, жоқ. Аттестатын 5-0 болса, саған грант беріледі. Сол себепті ол әрбір университет негізі өзіне білімді, ұқыпты өзінің планкасы бар. Әрине, талаптары бар. Әрине, ол тегін нәрсе негізі жоқ қой. Яғни әзірге тегін оқуға мүмкіндік беріп тұрған бірақ түйір Малайзия осы Сиамай университеті. Басқа елдерде де бар енді негізінде. Бірақ осы сұраққа жауап беріп кетейінші, неге тегін? Ойлап қарасаңыз, мысалы, Италияда стипендия беріледі, тегін оқу беріледі. Неге? Өйткені бала ол жаққа оқуға түскеннен кейін ол ақшаны, стипендияны өзінің еліне қайтап келмейді ғой. Ол қайттан сол елдің экономикасына жұмсайды. Сол елдің экономикасының көркеюіне үлесін қосады. Бәрібір ол оборот, айналым. Сен ол ақшаны алып кете алмайсың, бәрібір сен өзіңнің үлесіңді қосасың. Даже жақсы оқыған кезде университетте сен университеттің атын шығарасың, өзіңнің атын шығармайсың. Яғни мемлекетке тартудың бұл жақсы тәсілі. Бұл негізі бюджет өсірудің. Ақылды балалар. Саяси жағынан қарасақ негізі, бізде банкте даярлау негізі бұл тегін беріліп тұрған не үшін келді? Европаның алыңыз, демография төмен деген. Итальянецтер болсын, европейцтер негізі 40-тан астам ғана қазір бала туып жатыр, семья құрып жатыр. Сол себепті олар 40-тан кейін ғана жасы. И то бір бала болмай ма негізі. Сол себепті
ол жақта демография өте төмендеп жатыр. Сол себепті мүмкін бүйтіп осы жағынан да тартады да студенттер. Ой, мынаны естіп қазір жібермейді ғой қыздар. Бірақ та негізінде Негізі біз болса- қараймыз ғой, балалар бақылаймыз, иә. 90% балалар қайтып келеді. Бәрібір де шетелге барғанда патриоттық сезімі оянып, иә, елге деген сүйіспеншілігің арта түседі. Екі есе артып кетеді. Он есе артып кетеді. Бізде былай ғой, қазақтар Қазақстан ішінде жүрген кезінде басқа елдің байрақтарын көтеріп жүрсе, анау нелерін кисе, шетелге шыққаннан кейін барлығы Қазақстан шоколадынан басталады, құртынан басталады. Сосын Наурызды Қазақстанға қарағанда да ол жерде жақсылап тұрып тойлай бастайды. Өйткені сағыныш, мемлекетке деген сағыныш пайда болады. Ұлттық брендтер ғой. Ол басқа, иә. Испанияда оқып жүргенде Қазір тақырыпты ауытып кеттік біз. Біз неден бастадық? Қорқыныштан бастадық. Шетелге барудың қорқынышы. Окей, Америка құрама штаттарының түсінікті болды неге қорқыныштары. Және ол қорқыныштармен жұмыс істегілеріңіз келмей, сіздер Түркия жақ, Еуропа, Орта Азия таңдап алдыңыздар, иә? Нақты сіздер, иә? Евразия дейік материгі. Евразия материгі және мына жердегі Малайзия жағы. Бер жағы, шамалы. жоқ, біз енді жұмыс істегіміз келмейді емес, бала егер де нақты Барамын деп тұрса, жібереміз әрине біз. Ол мүмкін. ақш-қа да, Канадаға да, иә. Бұл тек танымал бағыттар болғасын. Қазір мысалы біз айтып жатырмыз, Түркия немесе Испания, Италия деп жатқанменен біздің әр компанияның өзінде 20-25 елге барады балалар. Және тағы неге қорқады шетелде білімге жіберуге? Біріншісі қорқыныштардың бір жаңағы ол шеткелі жіберетін болсақ, екіншісі ол финансовый жағы. Өйткені қаржылық жағынан ата-аналар қорқады, өте қымбат деп, өте ол жерде барғаннан кейін мүмкін енді қазір де қарап отырсақ, доллардың өзі жаңағы айтып жатырмыз, евроның өзі өсіп жатыр, иә. Ертең бірінші жылдан кейін мен оны тағы да оқуын төлей аламын ба деген сұрақтарға пайда болады. Біз көбінесе ата-аналар айтамыз, бұл миф. Шетелде оқу олай қымбат емес. Мысалы, теңгеге шаққан кезімізде миллион 90 мың теңгелік 90 мың бар еді ғой. Бар, иә. Францияның өзінде мысалы кейбір университеттерінде 90 мың теңгеге бар. Жаңағы айтып жатқанымыз жылына, иә. Германия мысалы, Германия деген елде көбісі ойлайды, ойбай, ол жерде оқу қымбат емес болса да тұру қымбат дейді. Бірақ егер санайтын болсақ, Астанамен бірдей, Алматымен бірдей. Астанаға оқуға жіберумен бірдей сияқты мен. Бірдей. Бірақ жылдық оқудың ақысы сонда ол жерде 150 мың теңге ғой. Былай қарап тұрсақ, примерно 300 евро. Не себепті ондай? Тағы да жұрттың бойында. Ол жерде мемлекет. Ол жерде былай, Германияда мынандай бір не бар, құқық бар. Әрбір азамат білім алуы тиіс. Және бұл білім оның құқығы және ол үлкен неде болмау керек, яғни қол жетімді болу керек. Және 95% оқушының ақысын шыны керек мемлекеттің өзі төлеп отыр. Ал шетелдік білім алушылар болса ше? Қатысы жоқ, яғни қатысы бар барлығына. Бұл құқық бойынша берілген бір оқушыларға мүмкіндік барлық азаматтар, шетелдік болсын, өздерінің болсын, осындай мүмкіндікке алады. 2 жыл бұрын негізінде көп елдер солай жасайтын. Мысалы, алайық жаңа Финляндияда оқу тегін болатын. Кез келген түскен студент, шетелдік болсын, өзінің жергілікті студент болсын, тегін оқитын. Францияны алайық, Францияда да тегін болатын. Бірақ олар 18-20 жылдардан кейін Норвегия тоже соның қатарында олар ақылы жасап тастады. Неге? Өйткені шетелдік студенттердің көбейіп кетті саны. Одан кейін олар енді регионалды түрде бәрібір де шектеу керек қой. Мысалы, бір елден қаншама студент, ал бір елден бір студент ала алмайды. Сол себепті олар мемлекеттік деңгейде ақы қойып қойды. Бірақ оған қарамастан әрбір университетте жақсы оқитын ақылды балаларға грант, жеңілдіктер, стипендия қарастырылады әлі күнге дейін. Сондықтан да Германияда сыбыс бар, жақында все-таки ақылы болатын шығар деген сияқты. Бірақ ол жақта федеративный болғаннан кейін ол барлығы қабылдамауы мүмкін. Өйткені ол жерде 15 өзі жерлер деп өздері бөлінген. Және олар өздері осы мысалы заң келсе де қабылдамауы да мүмкін. Мысалы біздің университеттер осылай тегін болады деген секілді олар жалғастырады. Біз мифтарды айтып келеді қайтадан. Сендерге сұрақ қоямын, сендер қайтадан қайтадан андай. Мен сендерде консультация алыватқан жоқ. Қорқыныш, қаржылық жағдай. Сатылым болып жатыр да. Мен шынымен де қорқыныштарды селгенін қалаймын да. Өйткені мен өзім білемін, барып келген адаммен және экономикалық тұрғыдан үлкен бір мүмкіндіктері, шексіз
емес адамдардың шетелге қорқып баласын жіберіп келгеннен кейін ой қорықпай ақ қойған дұрыс екен ғой деп қайта балам сол жақта ниеті тірі болып жаңағы бизнес үйреніп келді, сол жақта бірдеңе сататын болып кеткен, байыр болып кеткен деген сияқты. Астанада да жүре береді, иә, үйден кіріп үйден шығып деп осы ата аналардың айтатын пікір ғой. Қорқыныш, негізгі қорқыныш ақша. Иә, ақша. Бірақ тегін оқитын болса, немесе жаңағыдай 90 мыңдық, 150 мыңдық оқу орындарын тауып алса, оншалықты қымбат емес. Негізі қыздарға кішкене қиынырақ сияқты да, қыздарды көбісі жібермейтін сияқты. Қорқады. Енді алып қашып кетеді. Алып қашып кеткен емес, құдай ол жақта точно алып қашып кетеді. Тұрмысқа шығып кетуі мүмкін ғой, сол жақта қалып қоюы негізі мүмкін. қыздарды жіберу қиын ғой енді. Бірақ мен ойлаймын, қыздармен мәселелер аз болады ұлдарға қарағанда. Негізі иә. Қандай мәселе? Проблемалар бар. Иә. Менде бір қызық оқиға болған, енді айтуға бола ма болмай ма? Болады. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын енді бастап жүріп жатқан кезде бір ата-ана звондайды маған, қоңырау шалады, баласын жібергенбіз Испанияға оқуға. Енді бір топ бала ғой, ол жерде 40 шақты бала кетті. Айдана, маған мүлдем ұнамай жатыр. Мынау жатақханаларында таңғы асқа дейді, сухомятка береді екен ол баласына. Бірінші курстың баласы ғой енді. Ол жерде неге жұмыртқа қайнатпайды, неге каша дайындамайды деген сияқты маған айтып тұр да, мен таң қалам, сіз балаңызды бірінші курсқа жібердіңіз ба, жоқ садикке жібердіңіз ба деп балабақшаға. Шыны керек, осындай мәселелер ұл балалармен көбірек, өйткені ұл балалар бәрібір ата-анасына жақындау, қыздар өздері жаңағыдай өздігінен пысықтау, өзінің күнін өзін көре алады, жаңа тамағын жасаса да енді қиналмайды негізінде. Сондықтан да ата-аналар қыздарға көп қорыққанмен, бірақ ұлдармен мәселе көбірек болатын сияқты. Қыздар өзін алып жүреді. Өзін алып жүреді, 100%. Бірақ мен Макспен сол Малайзияда жүргенде студенттер келіп жатты жаңағы университетке. Жаңағы зарядка жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Менің қызым келді, комнатасын жуа алмай жатыр қазір деп, мамасы звондап жылаған. Иә. Тағы бір негізінде қорқыныш. Сонда мен ойладым, балабақшаға барып жіберді. Сол ата-аналардың көбісі мынандай қорғаштап өсіреді да балаларын. Оны біз байқаймыз. Әрине мен өзім де әлі қыздарым кішкентай, бірақ бәрібір байқаймыз. Неше түрлі ата-аналармен жұмыс жасау нәтижесінде психолог болып кететін сияқтымыз жақында. Қатты қорғаштап, жоқ сен оқи алмайсың, қазір бүкіл құжаттарын жинап беретін ата-аналар бар ғой студенттерге. Біз айтамыз, жоқ, құжат жинап бастаған кезде сіздер еркіндік беріңіздер, ұлдарыңыз, қыздарыңыз өзі жинасын. Өзін өзі алып жүріп. Сіз араласпаңыз, сіз керек болсаңыз, мен сізге өзім телефон шаламын. Солай біз самостоятельностьқа үйретеміз деп айтамыз ғой. Сондай балалар барады шетелге, бірінші күн, екінші күн уже адаптационный период, турист емес екенін біледі, ой, мен ол жерде уже үлкен өмір сүруім керек екен ғой деген ой келген кезде бірден стресске түседі да бала. Адаптационный периодтан өте алмай қалады да, сосын кейін үйге қайтамын деп отырады. Ондай мәселелер тоже бар. Мысалы, 20-30 баланың ішінде біреуі қайтып отырады. Неге дайын болу керек? Өзіндік жеке өмірге қаржыны есептеу, қаржыны, тамағын жасау, киімін дайындау. Өйткені бізде жаңағы кейс болды, бакалавр емес, магистратураға ата-анасы еркіп документтерін докторантурада сұрап жатыр ғой. Апасы звондайды маған, менің балам магистратураны Назарбаев университетіне бітіріп жатыр дейді. Иә дедім, енді оны біз докторантураға жібергіміз келіп отыр. Апасы. Докторантурада 30-ға жақындап қойған. Мен шынымен де түсінбедім. Енді магистратураны бітіретін бала, может быть, бакалавриаттан кейін сразу магистратура түссе, бір 22-23-тегі жыл. Енді 22-23 жасындағы бала. Ер азамат болады ақша. Сосын апасы звондап кәдімгідесі. Жоқ, шынымен де звондап жатыр да, мен сосын айттым, кешірім сұраймын, сіздің балаңыз қайда дедім. Ол қазір оқуда, сосын жұмыс істейді, оның уақыты жоқ сұрағанға. Мен шынымен де ондай ата-аналарға таң қалам, яғни апаларға да болсын, өзінің немерелерімен жетіп келетін, бірақ немерелеріне бірде-бір сөз айтқыздырмай, өз бәрін айтатын апаларымыз да бар. Ондайлар көп өте көп. Яғни балаға тым қатты қамқор болған сайын ол ертең шетелге барғанда өзін өзі алып жүре алмай қалады. Бейімделе алмайды. Қиын бейімделеді. Сәйкесінше қорқыныш ол ата-ананікі. Әрине. Біз айтамыз, ішіңізден, жүрегіңізден балаңызды жіберіңізші, сосын бізге келіңіз. Жүрегіңізді жібере алмасаңыз, мысалы, балабақшаға барғанда да қорқып тұрасың ғой басында, кейін
болды ойламайын деген кезде бала нормально барып кетеді сол сияқты. бірақ осының бәрінің таразының екінші жағында біздің мемлекетте шынымен де сондай ма, әлде бұл аңыз ба, шетелде білім алып келген жаңа маманға сұраныс әлдеқайда жоғары? Әрине, негізінде қазір енді мен бір не істемейтін шығармын, шетелге оқуға не үшін жібереміз біз? Балалардың көзі ашылу үшін. Қазақстаннан басқа да елдер бар, олардың дамуы басқаша, көзқарастарын жаңағы сепарацияны өткізу үшін де маңызды. Ата-анасымен, апаларымен, анау мысалы енді шынымен де контроль қатты ғой бізде. Ойбай, оннан кейін шықпа деген секілді көптеген нәрселер бар мысалы, иә. Мен де 17 жасымда кеттім. Міне ештеңе болған жоқ, миым бар, орнында жауапкершілікті білемін, уақытымды білемін деген сияқты. Сөз жіберді, соны 2 жыл, қазір 5 жыл өтіпті, 5 жыл биыл бітіреді университетті. Алдында айтып жатыр, Алма ханым, міне біз шынымен де сіз арқылы жібердік. Қорқуымыз бірінші жылдан кейін кетті, екіншісін мүлдем де қарағанда жоқтың қалай түсті, қалай кетті. Жауапкершілікке емделеді ғой. Бірақ негізінде жаңа сіздің сұрағыңыз, шетелдік дипломды бірден жаңағыдай күшті маман естіп ала ма? Ол сұраққа жауап негізінде менің тәжірибемде, мысалы студенттер келіп жатады дипломменен, негізінде қай жерде оқымасаң да, мысалы мен жұмыс берушімін, маған 2 бала келіп тұр. Біреуі Қазақстанды бітірді делік, біреуі шетелді бітірді делік. Қазақстанда бітірген студент неше түрлі тілді біліп, менің компаниямды дамытуға бір өте керемет ұсыныстарын тастаса, шетелдік университетті бітірген бала үндемей отырса, мен кімді аламын? Әрине, Қазақстанды бітірген баланы. Сондықтан да ол жерде диплом қазіргі таңда бір сен мына жерді бітіріп келсең, мен сені сразу директор қылып тастаймын деген ондай түсінігі жоқ. Саған, яғни адамға қарайды бірінші очередь, менің ойымша. Сенің қабілеттеріңе. Ал сол қабілеттерді дамыту үшін шетелге барып, көзін ашып, басқалардың қалай дамып жатқанын көріп білу менің ойымша маңызды. Мен көріп жүрген көрініс қандай? Шетелде білім алып келген адамдарда көбіне 1 жыл өз-өзіне келуге кетіп қалатын сияқты. Өйткені мен байқаймын, көбіне қабылдамайды. Басқа мәдениетке, басқаша адекваттық деңгей, басқаша либералдық деңгей, басқаша біздің менталдық өз ерекшеліктеріміз бар. Соны қабылдағысы келмей, сосын екі ортада қалып қоятындар бар. Сосын көбісі жаңа шетелде қайттан істесем де қалай кетіп қалсам екен, қалай бір жұмыс тауып алсам екен деп. Осыдан өте ыңғайлы жағдай табатындар, ол сол мемлекетпен бизнес орнатып алатындар. Мына үшеуің отырсыңдар, аңсап жүре бермей сол жаққа барып тұру үшін менің ойымша сол оқыған жерлеріңнен бизнес ашып алғансыңдар. Бірінші сол бір ниет болды ғой, сол жақтан. Сондай сияқты. Өйткені мен көп байқаймын, ақш-та оқып келген жігіттер ақш-та оқу туралы блог жүргізе бастайды, сол туралы бірдеңе сондай өмірі сонымен байланысты болып қалып қояды да бір түрлі. Анда емес, мұнда емес. Сосын менде кәдімгі скептик оянады. Неғып барып келдің о деген. Неғып жүр деген. Бірақ менің ойымша кетіп бара жатқан кезде бір ата-ана тарапынан андай саналы бір әңгіме болу керек. Сен келесің, сен осы жерде сенің қабілеттерің әлдеқайда қымбат маман болып келу үшін сен сияқты соны үйрену керексің. Барып, ана жақта иллюзияда жүріп келген кезде сол иллюзияда қалып қоймас үшін. Сол кезде мақсат болады адамда, мен мынау білімді Қазақстанда қалай қолданамын. Диссертациялары сол туралы болады. Қазақстанның бизнесмен адаптацияланған тақырыптарды, ғылыми жобаларды таңдайтын сияқты. Мен ойымша. Жоқ, өте дұрыс. Өйткені шынымен де бізде мысалы кейбір ата-аналар бар, менің ата-анам. Алысқа кетпей қояйық, 5 жыл оқыдым. Сразу келеді ғой. Бакалавриат оқыдым. Бакалавриат оқыдым Стамбулда. Маған 1 жыл мен жұмыс істейінші деп ниеттендім. Магистратураға түскен. Қатты қорықтым мен, бірақ ондай ниетім де болған жоқ. Мен былай ойладым, мен жұмыс істегім келеді, осы жақта қалғым келеді, немесе Европаға барайын деп сондай бір ниеттендім. Ал ата-анам болса, жоқ, қайтып кел. Сөйтіп қайтып келгеннен кейін 1,5 жыл менде кәдімгідей не болды? Андай адаптация Қазақстанға қайтадан. Өйткені мен білімімді былай сынадым. Мен не білемін дедім. Мен сұрағым осындай болды, мен не білем? Мен не істеп келдім, мен ол жаққа барып. Мен халықаралық қатынастар. Мен шынымен де сұрадым. Қатынас қалып қойды. Ол да енді бір шетін тауып алдым. Білім көзінен халықаралық қатынастарды, мысалы біз көптеген нәрселерді сол арқылы таптым, бірақ 22 жасымда бітіріп келгеннен кейін оны білмеймін ғой, қандай. Енді бір тәжірибем жоқ, көзім әлі ашылмаған ғой, былай қарағанда мен тек қана қайтадан сол партадан басқа партаға барып, шетелдіктермен хабарласып, сөйлесіп, міне оқып, қайтып келдім.
енді қайтып келген кезімдегі мына жерде менің өзімнің шогым болды. Мен шетелде білемін, 4 тіл білемін, иә, жақсы меңгергенмін. Мына жаққа келгеннен кейін мен не істей аламын? Сондай сұрақ пайда болды. Мен не істеймін? Көбісінде Мен сондай кіммін? Ал сол себеп мен енді қазіргі оқушыларыма мен мысалы айтатын бағытым, ата-аналарына да айтып жатырмын. Бітіргеннен кейін қайтып кел деп айтпаушы болмаңыздар. Өйткені ол жерге барып асығудың қажеті жоқ. Жарты жыл болсын, 1 жыл болсын, мүмкіндік беріледі ғой ел тарапынан ол жақта да. Барып стажировкадан өтсін, тағылымдамадан өтсін, кішкене оқысын, көрсін, бір корпорациялардың ішіне кіріп, анау қандай екенін мысалы бір ішінен көргеннен кейін бір идея пайда болады екен. Өйткені менде ол идея болған жоқ. Мен келген кезімде Қазақстанға менде идеясыз бір дипломмен 4 тіл білемін деген ғана сөз болмаса, және soft skills. Мені құтқарған soft skills. Өзімнің коммуникабельный болуым, кішкене ашық болуым, иә. Әйтпесе, егер мен кішкене тұнық адам болатын болсам, мен білмеймін қандай болатынымды. Қай жерде болатынымды да білмеймін, шыны керек. Қазір енді осы бизнесі сол жаңағы негізінен Түркиямен байланысқа. Бірінші ел Түркиямен бастадым. Қазір міне 28 елмен жұмыс істеп жатырмын. 300 партнер бар. Енді ағылшын тілі және түрік тілі білуіме байланысты әр елде бір түрікті тауып аламын. Әр елде барлық жерде бар. Шынымен де орысша білетін де біздің партнерлар бар. Мемлекетке барсаң бір жүреді түрік. Иә, кебапшы. Әрине. Тауып аласың. Сол себептен бұл жерде қайтадан сол кішкене тіл білімің солар көмектеседі да. Кішкене білімім енді сол халықаралық қатынастардан қалған меморандум, бұл жеке кездесулерді өткізу, иә, сондай кішкене протокольный моменттер білмесең а так. Негізінен студенттер жүрген кезде біз айтамыз қазір, тек қана азынан кешке дейін оқи берме. Жай даяшы болып жұмыс жасасаң да, ол жақтың деңгейін көресің, көзің ашылады. Ертең мынау университеттер стажировкаға жібереді ғой, практикаға, компанияларға өзіңді өзің көрсет, олардың тәжірибесін өзіңе ал. Бізде ата-аналар қалай отырады? Қазір барғанда сен мүлдем жұмыс істеуші болма. Бүкіл жаңа зейінің сабақта болсын, иә. Мен айтамын, жоқ, қаңғырып кетпесін деп қорқамын. Енді иә, әр нәрсенің өзінің екі жағы бар ғой енді. Оның барлығын саналы түрде айтатын. Біршама уақыт бұрын естеріңізде ма? Айтады ғой, шетелдік америкалық пабтардан үйреніп алған ағылшынымен келеді деп. Болашақта сынап еді ғой, кім еді? Ұмытып қалдым бір. Депутат. Иә, сол кезде ойланып қалған, бірақ енді барады ғой, қанша болашақ оқитын студент білеміз. 30 жылдың ішінде 15 мыңнан астам болашақтың иегері бар. 15 мыңнан астам. Жарайды, болашақпен айтпай қояйын. Мысалы, болашақтың талаптары жоғары деп қорқатындар. Қазір бірақ әлдеқайда жұмсарған болашақ, сөйлесу оңай, талапта жаңағы емтихан тапсыру оңай, құжат тапсыру, ешқайда барудың, ешкіммен сөйлесудің қажеті жоқ, бәрі егов арқылы жүзеге аса береді, иә. Отбасылар студенттерге өте ыңғайлы, жұмысы орны бар студенттерге ыңғайлы. Бірақ ол жерде жаңағы өзінің залог қою керексің, анау деген талаптар бар. Оны бәрі істегісі келмейді. Кейбіреулерге ыңғайсыз, сосын бәрі жібере бермейді. Келгеннен кейін жұмыс істеудің жаңағы 5 жылы бар, 3 жылы бар. Оны ойлайды, сосын бәрі қорқады, өзін тоқтатып тастайды. Сондай кезде алма айдана мақсат қосылады, иә? Өйткені ол жаңағы Түркия бурсулары, сосын стипендиялар, гарикум, Қытайдың өздерінің гранттары бар, сосын Европа одақтың мысалы гранттары бар, сосын жаңағы ДАД дейміз, ТÜРФЛ. Осыны дұрыстап түсіндірейік жалпылама, мақсат бастасын. Қандай тегін оқу мүмкіндіктер? Бені сөйлетпей қойды. Мен Қошақаның сөйлеген алды. Сөйлеңіз. Екіміздің қасында. Үш қыз. Шап-шап етіп. Төгіп жерім бетіңе Айта ғой. Не ғой? Менде ғана бір Малайзия ғана бар негіз болды. Енді қалай не істеу керек? Мысалы қазір оқырмандар көрген адам міндетті түрде мысалы қызықты дейік, Малайзияда тегін оқығым келеді, дейік. Не істейді? Қандай талаптар бар? Талап бір. GPA 5,0 болса тегін оқи аласыз. Орташа балл. Аттестаттағы орташа балл. Біз Мақсұттың Малайзиясын сататын адамдар біз ғой. Сондықтан біз Мақсұттан да керемет қылып айтып бере аламыз негізінде. Бұл білмей отыр. Айта ғой. Сатшыз Малайзия. Жоқ, саттан бұрын қызықып қалатындар бар ғой. Грант деген ол вау ғой. Өйткені біздің мемлекет, мен оқитын университетте мысалы Түркияның студенттері оқывады.
алмасып оқып жатқанда иә сол студенттерді біз онша сол кезде жақтырмайтынбыз шыны керек. Ол кезде шетелдіктер біздің мемлекетте көп емес соған. Шапшылғанда ақпарат керек иә, білгісі келетін адамдар көп. Сонымен кім айтады? Айтыр. Жоқ, менде тек қана Малайзия шарт бір орташа балдарыңыз 5-0 болса тегін оқи аласыз. Болды. Бірақ IELTS-та керек емес. Бірақ та ол тегін оқу бізге 1 жыл, негізі бүкіл 4 жылға беріледі. 4-5 жылға беріледі. Бір ғана шарт бар. Бакалавриат қой. Бакалавр. Бір ғана шарт бар. Әр жыл сайын сіздің GPA-іңіз 3-3 болу керек. Жоғары болу керек. Әрбір университеттің грантқа түскенде өзінің талабы болады. Енді грант оқу керек қой. Ол тек қана Малайзия қатысты емес. Оқымай даласлап жүре берсең. Бұл жерде Қазақстанда да сондай. Иә, гранттан түсіп қаласың, айырылып қаласың деген нәрселер көп. Яғни жаңағы Малайзия университетінде 3-5-тен төмен болмау керек. 3-3-тен төмен болмау керек. Сонда тегін оқу мүмкіндігі соңына дейін. Бұл стипендиясыз. Стипендиясыз, тек қана оқу үшін ақша төлемейсің. Ал кампус үшін 35 мың теңге деген несіз, шын ба? Шын. 2 адамдық жатын бөлмелер кампуста орналасқан, өте жақсы, қолайлы жағдайда. Мен енді жағдайда. 1-2-ін көрдім, отельдегі номерлер сияқты. Иә, дәл сол Малайзиядағы да. Бәрі сондай ма? 1 орындық болса керек олар, иә? 2 орындық. 35 мың теңге, және ол жерде обедінде барлығы 700-800 мың теңгенің шамасында. Өте арзан. Арзан. Ол жерде қымбат емес. Бір жағынан соғысымен қызық Малайзия. Сосын қазір міне Куала-Лумпурға тікелей ұшақ пайда болды ғой. Қандай керек? Арзан екен. Арзан 70 мыңнан бастайды. Акция болған кезде $100 18 сағат анау арқылы бүйтіп барма. Алматыдан Куала-Лумпур 7 сағат прямой. Бірақ енді жақсы оқымайтын балалар ше, оларды түсе алады ғой Малайзияға. Қолжетімді бағада оқу бар. Қанша? Мысалы, егер де бала мектепте 4 пен 5-ке оқыса, 4-тері 5-терімен тең болса, иә, бірінші жылдың оқу бағасы 800 мың теңге болады. Ол 800 мың теңгені бір жылдың ішінде 3-ке бөліп төлейсіз. Әрине, бұл Малайзияда, иә, солай. Егер де сіздің бағаларыңыз 4-тері болса, арасында 3-тері болса, бірақ бәрібір мақсұт атынан 25% жеңілдік университетте. Сондай бар ма? Иә, автоматты түрде. Оны қалай алады? Мақсұтқа хабарласады. Инстаграмдары көріп тұрсыздар. Бірақ жақсы бір жері, бірінші жылы ақылы түрде оқуға түссең де, егер де бірінші жылды жақсы оқумен бітірсең, жаңағы 4-тен 3-те 3 болса, келесі жыл сенде тегін оқу болады. Тегін оқу. Мүмкіндіктер бар. Бәрі бәрі баланың өзіне байланысты. Малайзияны түсіндік. Енді Еуропа. Гранттар. Европада гранттың саны өте көп. Гранттың түрлері де көп. Мысалы, бір гранттар толық гранттар деп аталады, яғни тегін оқу, жатақханасы тегін, стипендиясы беріледі. Онда елдердің қатарында Мажарстан, Венгрия бар, иә. Одан кейін Италия бар. Сонымен қатар енді магистранттарға да, мысалы, Германиядағы ДАД бағдарламасы, және де Франциядағы стипендиялық бағдарламалар, Финляндиядағы университеттің өзіндік бағдарламаларын ала берсек болады. Негізінде алғанда Еуропада ел көп. Әрбір елдің өзінде, мысалы, ата-аналар ойлайды, мемлекет гранттары бар, иә. Әрбір университеттің ішінде өзіндік гранттар да бар ғой. Ол гранттарды біздің қазақстандық студенттерге алуға болады ма? Әрине. Біздің студенттер алып жатыр. Біздің компаниямыздың басты мақсаты тек қана студенттер шетелге жіберіп қана қоймау емес, грантқа түсу. Талаптардың барлығы негізінде бірдей, жақсы оқу және де ағылшын немесе басқа тіл деңгейінің болуы. Яғни енді мен ұлттық бірыңғай тестілеумен балы жетпей қалады, иә? Немесе жай ғана шетелде оқуды армандайды. Тек ол менің ойымша 10-шы сыныптан бастап қимылдау керек. 9-шы сыныптан бастап қимылдаса көптеген мүмкіншіліктер болады. Алдын ала. Неғұрлым ерте берсе, өтінімді соғылуы мүмкіндік. Шертті таңдайсыз осы. Иә. Бірақ та 11-ші сыныптың қазіргі, мысалы, мамыр болды ма? Мамырда да келіп жатқан балалар бар. Үлгерекші. Маусымда да келеді, шілдеде де келеді, тамызда да келетіндері бар. 2 рет емес па? Иә, құжат тапсыру. Көп жерде 1 рет, бірақ та кейбір елдерде 2 рет болуы мүмкін. Бізде Малайзияда 3 рет. Малайзияда білмеймін, енді студенттерге бүйтіп тұрған жақта келіңдерші, оқыңдаршы деп. Қашанға дейін созылады бұл? Осы мүмкіншілік. Малайзия негізі малайзиялықтар сондай ғой. Олардың табиғи. Сен де сондай оқумен оқыдың ба? Грантпен оқыдың ба? Жоқ. Ақылы. Ол кезде мен білмедім. Ол өзі грант болған жоқ негізі. Либо информация жаңа ақпарат аз болды. Бәрі шетелде оқыса ақшамен ғана оқисың. Қазір мен шетелде қалай қосымша табыс тапқандарыңды сұраймын.
Енді Түркияның гранттары. Иә, Түркия. Енді менде тек Түркия ғана емес, иә. Білмеймін, алма менде Түркияның амбассадоры. Менде барлығы солай Түркия десе қарайды. алмадан сұрағым келіп тұрады. Өйткені ол жерде енді 12 жыл тұрғаннан кейін әрине бір андай Сөйлейді өзі түрікше. 12 жыл тұрғаннан кейін әрине ол жер былай қалыптасып кетеді да, алма, Түркия деп. Былай айтқанда Түркияның өзінде де көптеген жаңағы мүмкіндіктері бар. Университеттерінің әрбір тарапынан берілетін гранттар Европадағыдай, өйткені барлық система Европаның системасындай. Және олардың бір жақсы жері, барлық мемлекеттік университеттердің барлығы бір Германияның өзінің системасындағыдай, жүйесіндегіндей, білім жүйесіндегіндей. Оқу ақысы $200 басталады. Яғни 90 мың ғой жаңағы 90 мың теңге десек, 90 мыңнан 400 мың теңгеге байланысты. Шын ба ол 90 мыңды қандай университет? Мемлекеттік кәдімгі университеттер. Қандай? Суретін көрсетіп қойып. Бұл енді былай айтатын болсақ, Болу университеті, Бандырма университеті, Мерсин, кішігірім қалалардағы Сакария университеттері. Ал егер топовый государственный университет дейтін болсақ, Стамбул қаласындағы Истанбул университеті, мысалы, Истанбул өте керемет университет. $1500 ғана. Жылдық ақысы $1500. Қалар алатыр едіңіз. Истанбул Technical $500. $500. Жаңағы Стамбул технический 18 ғасырда ашылған университеттің бағасы $500 ғана. Есігі биік өте кәдімгі. Мен көрдім. Ол техникалық университеттері. Сосын жаңағы Анкара университеті, Хачетепе мысалы айтатын болсақ, Жарахпаша университеті бар, өте медиктарды қиын жақсы дайындайтын осы университеттердің бірі. Бағасы небәрі сол $1000 көлемінде 400 мың теңге жылдық. Түркияның медицинасы енді туризм деңгейіне дейін өсті. Және қазіргі биыл мысалы біз 10 шақты оқушыны медицинаға дайындадық. Бір оқушымыз бізде медицина грант ұтып алып толыққанды. Былай қарайтын болсақ, оларға мысалы қалай дайындалды? Ол оқушы бір артық қолы, артық көзі жоқ. Ол оқушы кәдімгідей 9 сыныптан бастап өзінің портфолиосын жақсы дайындаған, сертификаттары толыққанды бар, өзі неліктен медицина саласын таңдап отырғанын жақсы біледі, кім болғысы келетінін біледі, және ол үшін не істеу керектігін біледі. Осындай оқушыда ешқандай андай қиындықсыз, шынымен де қиындықсыз, былай тапсырдық, турдан өтті, екінші турдан өтті. Мен стипендиум Хунгарикумнан, біз Венгриядан, мысалы Мажарстаннан медицинаға грант ұтып алдық. Ал былтыр бізде бір қыз Мармара университетіне медицинаға, Түркияға тоже стипендиямен ұтып алды. Тегін оқу, айлық стипендия, тұратын жеріне дейін бәрін төлеп береді. Менше бұл ата-аналар 5-6 сыныпта баланы бағыттайды. Арманына қарай, қабілетіне қарай кішкене бір сурет пайда болады, көкжиекте, сосын соған қарай дайындай бастайды. Ұштай бастайтын сияқты. Және ол балалардың бір айырмашылығы. Мысалы, неліктен кейбір балалар грантқа өте оңай түседі, кейбір балалар қиын. Ең біріншісі ата-анасының берген жауапкершілігі балаға. Шулаштырмайды. Басқа ата-аналар шынымен де өздері барлығын істегенге қалса, олар бір бөгет жасай ма, білмеймін. Күлем ғой, бірақ осы бүкіл шетелге оқуға кететін балаларда да, ұлттық бірыңғай тестілеулерде де бәрінде Қожа Ахмет Яссауиға баратын дәстүр бар екен ғой. Мектепте 11 сыныпта жиналып алып, бәрі барады киелі жерлерге, сондай. Мен бармаппын. Аталар жолын деп. Жолаштырмайды деп сұрап жатқаным сол ғой. Бар болса жазып кеттім. Мен мектептің кезінде барғанмын, 11 сыныпта. 125 сол үшін алыпты ғой. Бүкіл жерде ол кезде максимально 125 болатын. Мен дәптерге де бәр жерге 125 жазатынмын. 125 алдым. 125 алдым. Бір қатесі 124 балл алғам, бірақ қате шыққан. Апелляцияға беріп ұтып алдым. Сол 125-ті. Өйткені 125-ші сұрақ ағылшын тілінен техникалық қате кеткен екен. Менің жауабым дұрыс, техникалық қате жіберген. Сосын маған 125 деген сертификат. Бір ұпай қатты қинады ғой сені, өте, өйткені қатты дайындалдым. Бәрі маған күледі ғой, класстастарым, сыныптастарым. Айдана, сенде 124 немеге жылап тұрсың? Жоқ ма? Өйткені менің әкем шықты жаңағыдай алдымнан. Айдана, сенде 124 болып қапты. Өзі ата-анам педагогтар, сосын оларда 125 деген сеніп, сен сонша дайындалдың, кәне 25-ші сұрақ дейді, қате сұрақ, ол ағылшын тілінен, сен ағылшын курсқа дейді, 1 жыл бардың ғой, дейді. Әкем солай айтқан.
Одан кейін әкем екеуміз барып апелляцияға тапсырып, сөйтіп қарасам техникалық қате. Әке мен ағылшынға бекер бармадым. Солай алдым. 25. Да. Түсіндік. Енді көріп алсаңыздар, киелі жерге барсаңыздар болады. Жыл бойы 125 деген, 140 қой қазір, 140-ты жазып отырыңыздар. Шетелге оқуға кеткенде ол өте керек емес. Керек жері де бар. Өте керек жері ол бар. қатты қинайды балаларға. Шынымен. Стресс. Керек емес болса да, бірақ біз балаларға тапсыр деп Мен айтамыз. тапсыр деп айтамын. Неге? Өйткені Құдай сақтасын, форс-мажор болып қалса, ешкім білмейді. Пандемия Ковид болған сияқты. кезінде мысалы оқушылар Иә. қалып қойды ғой. Ешқай жаққа бара алмады, онлайн оқығысы келмеді. Ата-анасы жібергісі келмеді. Иә, Қазақстанда да сен оны оқыта алмадың өйткені Келе алмай қалды ғой көбісі. Кетіп жолы ашылмай қалды. Окей. Айдана қандай мамандықта оқыдыңыз? Халықаралық құқық мамандығы. 125 пен кез келген вузға. Қазақ ұлттық университетінде оқыдым Алматы қаласында. Сол Алматы қаласында оқып жүріп, бірінші рет сол бізді жіберді Испанияға 1 жылдық оқуға обмен жаңағы ауысым бойынша. Барлық магистранттармен мен жалғыз бакалавриат бардым. Сол кезде магистранттармен бірге бір топта отырып оқыдық. Өте үлкен тәжірибе болды мен үшін. Сол 1 жылдық тәжірибем әлі күнге дейін маған неше түрлі жолдарды ашуда. Ал енді осы шетелмен білім ұйымдастыру бизнесі қай кезде басталды? Қанша тәжірибе бар? Мен ойымша 2018 жылдан бері басталды, былай айтқанда. Сол бірден бітірген жыл, иә? Бірден бітірген жыл емес, 2016 мен бітірдім. Мысалы, мен ол кездерде Dream Gap болып жүрді ғой. Иә, бір-екі жыл менде не болды? Былай ұйымдардан ұйымдарға барып жұмыс істеп жүрдім, мен өзімді іздеп жүрдім, бірақ шыны керек өзімді іздеген жоқ, мен шетелге кету жолын іздеп жүрдім. Ақша тауып алып. Иә, мен айттым өзіме, мен мына жақта қалғым келмейді. Ол жоспарыңды ата-анаң білді ме? Әрине, мен күнде айтатым, не үшін келдім деп. Мен ондайға ұялмайтын, мен ата-анам айтатын, мен не үшін келдім, не келдім. Менде сонда зарплатам 120 мың теңге үшін келдім ба деп сөйтіп айтатын. Қалтамда 99 мың теңге ай сайын алып отырасың. Менің біліміммен қазіргі алып отырған менің қазіргі зарплатам маған сәйкес келмейді деп айттым. Бірақ айлық деген ол қай жерде де, қай мемлекетте де тәжірибемен ұлғаяды ғой. Білемін, бірақ маған оны ешкім айтқан жоқ қой. Бітіретін кезде. Әрине, менде эго, мен оқып келдім деген. Мен сол қатарлас оқушылар секілді мен де келемін, осылай келдім. Ол басымнан өткен нәрсе, ол мен андай жауып айтпай қойып жүрмеймін. Шынымен де мен сондай келдім. Мен шетелде оқыдым, 4 тілім бар. Иә, мен посол болатын адаммын ғой деп келдім. Сосын, иә, мен елші боламын деп айттым. Сосын маған мектепте былай айтты: "Көкем, қайдағы елші? Барасың, даже штат емес, нештатный сотрудник деген бар екен, казаховед деген сияқты, сондай позиция берді, 60 мың теңгеге. Мен бармаймын дедім. Бастау керек қой. Мен бармаймын дедім, жоқ, мен бармаймын. Сосын болашаққа, жұмысқа кірдім, сол жерде менде басталды жұмыс. Шынымен де мен өзім ұнататынмын. Өйткені әр елдің университеттерімен хабарласып отырасың, және бір андай ширақтай бастадым. Ойша сол жаққа барып келіп отырасың. Ойша сол жақта болып жүрдім шынымен де. Мен сосын күтетінмін. Бір жерден бастадық қой. Әріптестер. Ол жерде мен кәдімгі күнде айтып отырады, мен қашан кетемін деп, Германияға кетейін деп. Ақша жинап жүрдім. Германияға деген. Шынымен де. Өйткені мен гранттарды оқып алдым ғой. Енді өзімдік әр 3 ай сайын жаңа бір грантқа тапсырып отыратын өз құжаттарымды. Бизнес бастау, яғни болашақта шетелге студенттерді жіберіп, көріп, тәжірибе жинадыңыздар. Сосын ол жақтан жұмыстан шыққаннан кейін бәрі әдеттегідей екен ғой. Иә, классика, жанр классикасы. Өзің үйренесің. Бәрі болған адам администратор болады, сосын ресторан ашады. Сол сияқты. Егер мысық болса, егер бір еті тірі болса дейік болғанда, үнемі жалдамалы жұмыста жүретіндер бар. Өйткені шынымен де жалдамалы жұмыста болып, эксперт болып та 3 миллион табуға да болады екен. Ол да жаман емес. Мен де оны білмейткем. Ал немесе оны енді ғана біліп жатырмын. Ал кәсіпкерлік, ол менің ойымша ол өзі адамға байланысты. 24-те 7 өзіңе жұмыс істеу. Иә, кәдімгідей. 24-те 7 деген 8 күнде ата-аналармен ол жауапкершілік. Бірақ бір жағынан ұнататын хоббим болып кетті бұл менің. Өйткені күнде шынымен де андай челлендж да. OpenEdu'дың жылдық айналымы қандай? Мен алдында санағам. Енді айтайын ба? Қалай алдында саналады? Мен бұны санамай жүрмедіммін. Жоқ, жылдық айналымда менде қазір финансист бар менде. Бұрын болмайтын. Енді ондай біз үлкен оборотты енді басталды. Өйткені шынымен де бұл
маңызды тақырыптардың бірі, иә, өзіңді білу керек екенсің, барлығын санап жүру керек. Енді санағанда былай айтайын, жаман емес. Бір қанша Мақсұт екеуміз тыңдап отырмыз. айтпай қояйын. жоқ, өз еркің айтқың келмесе, Енді былай айтайын, бұл әңгіме мотивация ғой. Иә. бұл былай айтайын сізге 300 жылқыдай. Ойбай, енді есеп Ал есептеңіздер, қандай жылқы? қандай жылқы? Ол бәйгенің жылқысы басқаша. Ал енді оны Бір өздеріңіз жылқы- ойлап табыңыз. Мен білемін, бәйгенің жылқысы 3 миллион тұрады. Тай миллион. Ортасы бар ма? 300 жылқы. Негізінде бір қызық нәрсе. Әлде соғымның жылқылары болса миллионға жетпейді. Соғымдық емес онда. Түсінікті жарайды, қинамайық. Негізінде бір қызық нәрсе айта кетейін. Негізінде біз үшеуміз бір ақшаны көп табу мақсатын бірінші орынға қоймаған адамбыз. Шыны керек. Қазір тақырыпта әдемі қашып жатыр. Жоқ, шыны керек. Біз бір-бірімізге мотивация. Жылқы айналымы қанша? Мен алдында да сұрағам. келіп тұр да, сол. Жылқы айналымы қанша? Мен кәсіпкер болғанменен қаржылық жағдайды мен білмейді екенмін, шынымды айтсам. Окей, жарайды. Иә. Соны айтқым келген. Білмейсің сен. Жарайды. Мен жалғыз ғана біледі екенмін ғой. Осы олигарх. Осы жалпы шетелмен жаңағы байланыс, иә? Бизнесі не үшін керек? Соны білу керек қой адамдар. Айналысқым келеді деп келгендер, иә, мысалы. Не істейді? Бір студенттен, мысалы, пайыз бола ма? Қалай табады? Мысалы, мен өзім-ақ есептеп беремін қазір. Иә. Қалай болады жалпы? Жаңа сіз айттыңыз ғой, ата-аналарда қорқыныш бар. Дұрыс емес тапсырып қалу қорқынышы, иә. Мысалы, бір ғана мүмкіншілік беріледі, 11-ші сыныпты бітірейін деп жатқанда бала оқуға түсу керек. Сол кезде бала өте ширақ, өзі пысық болса, өзі тапсырып түсе береді, иә. Біз оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ кейбір балалар болады, жаңағыдай көмек керек, иә. Дұрыс құжатын тапсыру, одан кейін қайда тапсыру, қалай тапсыру, не деп толтыру керек, мына сұраққа не деп жауап беру керек. Ал түсіп болдың, визасын қалай аласың? Визасын бермей қойса не істейсің? 40 жұмыстың барлығы зая кетеді деген сияқты мәселелерге басын ауыртпас үшін біз сияқты менторларға, ата-аналар хабарласады. Студентке көрсеткіштерін талдай отырып, біз мына елге сен тапсырсаң грантқа түсе аласың, мына жерде сенің шансың, яғни мүмкіншілігің жоғары деп отырып, соған көмектесеміз. Толық кеңес от А до Я деп жатамыз, яғни құжаттан кеткенше, иә. Шетелде де осы өте мен кеше ғана таныстым, бір Бейруттың өте ауқымды сондай отбасының ханымы маған былай айтты: менің баламда ментор бар деді. Мен айттым: сіздер өзіңіз Францияда 20 жыл оқыған адамдар, сіздер өздеріңіз тапсырмайсыздар ма деп сөйтіп айтқан кезімде, жоқ, бұл үшін емес, бұл наставник, профориентолог, бұл жолды көрсетіп отырып бағыттайтын адам. Егер сен ертең балаңды жақсы жерде көргің келсе, өзі жауапкершілігін ала алатын сондай болса, бұл ата-ана емес, бұған жауапкершілікті бере алатын, көрсете алатын бір бағыттайтын адам керек екен, ментор. Профориентологтар бар бізде. Профориентологтар бар. Енді бұл жерде профориентолог бізде 100 адам, 200 адам ғой. Ал сіз ата-ана ретінде, иә, бір адамды өзіңіздің балаңызға жалдайсыз. Мен енді қызыма мысалы жалдайтын болсам, қанша аласыңдар? Әртүрлі 600 мыңнан басталады. Бір 200 мыңнан да болса болады. Менторствоны айтсай? Менторство, жоқ, бұл жерде былай ғой. Мысалы, оқушы 17 жасында, 10-ші сыныпта келеді, мен түскім келеді деген сияқты. Біз ол жерде бізде орташа баға, бүкіл агентстволарда да сондай, 600 мың теңгеге сізге не береді? Құжат тапсыру бағытын береді, сіздердің қалауыңыз бойынша. Хатын жазып береді кейде. Ол хаттан тыс, бірінші сіздің қалауыңыз бойынша сізге подборка университеті керек қой. Университеттер сіз өйткені мыңнан университет. Ол оңай жұмыс емес, ол кәдімгідей көп табылатын. Сосын әрбіреудің қаржысы әртүрлі ғой. Біреу грантқа түсемін дейді, біреудің $2000 ғана не бар. Сосын сұрақтар бар қосымша, ол университетке хат жазасың, одан жауап күтесің. Әрине. Мен оны жақсы түсінемін, мен тапсырып көргенмін. Бір 12 айлық жұмыс. Жұрт білмейді да енді. Келдің хат салдың, соған 600 мың алама деп ойлап қалады. Иә. 12 айлық. Бір жылдан 1,5 жылға дейін жұмыс жасалады әр студентпен. Әр студентпен бізде, әр студенттің ата-анасының бүкіл хикаясын, баяндамасын бәрін біліп кетесің ғой, сол 2 айдың ішінде. Шынымен де, өйткені бүкіл құжаттарын көресің ғой. Қай жерде тұрады, не істейді, ол кісілермен сен тек қанандай бір жұмыс қана бабым емес, кәдімгідей андай бір эмпат болмасаң бұл жұмысты істей алмайсың. Енді әңгіменің қорытындысына жақындап қалдық қой. Енді мысалы біздің қазақстандық студенттер қандай мамандықтарды таңдайды?
өзінің жалпы Мен дайын. керек өзіне не керек екенін түсіне ма, біле ма? Жоқ, бизнес администрирование 90% барлығы. Ну негізі менің практикама Бәрі бизнес қарағанда бастағысы келеді, иә? Оған соңғы 2 жылы көбінесе IT бағдарламасын көбісі таңдайды. Бастады. Сенің ағылшын төмен болса да, математикадан, биология, химиядан төмен болса да, көбісі жаңағы IT бағытын көп таңдап жатыр қазір. Дұрыс емес. Сол себепті өткен қазір тренд болып бәрі жатыр айтып ғой. кетті ғой сол туралы. Жақсы табыс табасың деп тренд болып жатыр да IT саласы. Сол себепті бәрі таңдайды. Келеді, оқиды, құлайды бәрі. Шыны керек. Көбісі құлайды. Өйткені баста 11 жыл сен математиканы оқымағаннан кейін қалай сен университетте математика оқисың? Анализ деген алгоритм. Бизнестің өзі сондай. Келеді бала бизнес администрирование, яғни бизнес мамандығын таңдағым келеді. Бизнес мамандығы бұл экономикалық мамандық екенін білесің бе? Жоқ. Мен математика болмайды деп ойладым ғой деген сияқты келеді да. Ол бір енді ақпараттың жоқтығы ғой. деп ойлап тұр ғой, иә? Ақпараттың жоқтығы. Біз түсіндіреміз, тырысамыз айтуға, сен математикаң жақсы болса ғана таңдай қой. Біздің жұмыс ол тек қана сені түсіріп қана қою, бірақ та ары қарай оқи алмай қалсаң, кімді есіңе аласың, бізді есіңе аласың. Сол үшін дұрыс болсын. Мектептерде 9 сыныптан бастап профориентологтың сағатын міндетті қою керек сияқты. Иә, шынымен де өйткені жұмыс жүргізілмейді, біз қанша профориентолог кәдімгі психолог ретінде Мақсұт па, Мақсұт сен қалай енді осы жолы енді кімді таңдап тұрсың? Қандай мамандық? Космонавт, 2 айдан кейін тағы сөйлесек. Қазір көбісі мектептерде профориентолог бар, бірақ та ол бірақ адам психолог сияқты ғой, ол да жұмыс істеуі индивидуально. Немесе ата-аналар жетектеп 9 класста, 11 класстың 3-4 тоқсанында емес, 9 класста бару керек сияқты. Негізінде бірақ басқа, қазір балалар басқаша. Ата-аналар айта алмайды, өздерінің ойын балаларын айта алмайтын ата-аналар келеді. Айдана, сіз айта саласыз ба, сізді тыңдайды ғой, сіз басқа адамсыз деп ше. Солай өте бір кішкене қиындау. Менде кішкене басқалау. Менде ата-аналар өздері сөйлейді. Сосын мен оқушыларды сөйлеткіздіруге тырысамын. Енді әртүрлі ата-аналар болады. Көбінесе ата-аналар өзінің ойын, өзінің арманын, өзінің жете алмаған арманын баласы арқылы жеткізгісі келеді. Ал баласында ол ойда жоқ қой. Былай айтқанда, ол ондайлар бар. Бір-бірімен сөйлеспейді. Ол жерде тек қана команда, командир болып тұрады да ата-ана. Бірақ бұл енді ой барлық студенттерге қатысты емес, арасында болып тұрады онда ата-аналар. Бір ата-аналар болады, идеально деп айтамыз, олар келеді, біледі, түседі, кетеді. Енді ол да аз ғой, ол прям барлығы 100% емес. Менің ойымша қазір бізді көріп отыр ғой, енді кем дегенде бір 15-20 адам ойланып, баламды тыңдауым керек екен десек, осылай жүзеге асады ғой бәрі. Бір 50% ата-анасы өзі айтады, баласы соны істейді. Өйткені ата-анасы жақсырақ біледі деген сондай бір не бар. Ой бар ата-аналар. Сен үшін не керек екенін мен білемін деп па? Иә, мен үлкенмін, менің тәжірибем бар. Тергенімді беріп жатырмын саған, осыдан оқымай қайтып кел, көресің деп айтатындар ата-аналар болады да. Осы жерде айтқым келгені, біз айтамыз да, ата-ана ретінде біз не үшін жұмыс жасаймыз, иә, балаларды оқыту үшін. Сол ақша қаражатты құртқаннан кейін негізінде ол қайтып келсе де ол бала, мен ойымша, онда тұрған ешқандай мәселе жоқ. Какая серьезная тема. Я хотела заплакать с Айданой вместе, а вы тут ржете. Прости. Да, мы вспомнили одну историю. Ал жақсы, енді сөздің соңында ең осы шетелде білім беруді ұйымдастырып жүрген, бірақ өздері шетелде оқыған үшеуіңіз де өздері студент сияқты. Мен білем, Мақсұт Малайзияда оқыған кезде модель болған. Иә. Лореалдың официальный лицо ба? Келбеті болған. Билбордтарда суреті болған. Подиумда жүрген. Видеоларын сен айтсын, модель болған айтқан. Бір дизайнермен жұмыс істеген. Яғни ол мүмкін ба? Ол негізі ол қалай болады? Негізі қазақ жігіттері, қазақ қыздары Малайзияда өте әдемі. Көрінеді оларға. Мен көрдім. Ренжімеңдер Малайзияда. Шын негізі университетте жүрген кезде кетіп бара жатырмын, кіріп университетте. Бізде университет творческий университет болды да. Қандай мамандықта оқыдың? Мен журналистика. Мамандық. Кетіп бара жатқан кезде мен тоқтатып алып та, сіз модель бола аласыз ба, бізде ертең фэшн шоу болады. Ұсыныс болды. Көрейік дедім негізі. Ортаға түстің ғой. Содан кейін уже ортаға түскеннен кейін әрі кете бересің. Нетворкингта біз коммуникация негізі шетелдіктер, өзіміз де сондаймыз ғой негізі. Қазақстанда шетел адам шетелмен дос болғың келіп өткен тілді, сол себепті олардан да шетелдің азаматтарын жақсы көреді. Сөйтіп қанша алдың?
есімде жоқ негізі. бірақ табыс түсіп тұр. Табыс түсіп тұрды. Бұл негізгі табыс көзі Иә. болды, иә, модель. Ол болды, сол себепті сосын мен университетте жұмыс істедім, student ambassador дейді, посол студенттік организация. Студдекан сияқты ғой. Иә, сондай ақ университетте неше түрлі ивенттер ұйымдастырасың, билбордтарға түсесің, сондай. Негізі иә, шетелдік білім ошақтарында индивидуализм маңызды, иә, көмектесіп тұрады. Сосын мен осы агентство, мені жіберген агентство студенттерін күтіп алатын тұғым, сол себепті күтіп алып жайғастыратын тұғым. Сол кезде бастапсың ғой. Иә, негізі сол 2012-де бастадым. Яғни студент кезде қабілеттер қалыптасты, қазір ол бизнестің бір қосымша табыс. Журналист екенімізді және халықаралық банктер, Всемирный банк, World Bank, дүниежүзілік банкте жұмыс істейтініңізді айтуды ұмытып кете беремін. Айдана, бірақ бір жыл болдыңыз, Испанияда? Мен бір жыл болдым, бірақ менде жаңағы гранттың өзі Қазақстан Республикасынан, яғни бізге стипендия берілді. Сол стипендиядан мен жұмыс істемей, тек қана оқуға беріліп жүрдім. Қыдырдым десеңші. Қыдырмады. Ол осылай аталады, оқуға беріліп жүрдім. Сосын өзімнің тәжірибемде солай болғаннан кейін мен барлық студенттерге қазір айтамын, сендер барғанда бірден жұмыс істей беріңдер. Өйткені Қазақстанға келген кезде бірден тәжірибелі адамды жұмысқа алғысы келеді барлығы. 5 жыл тәжірибем болу керек. Оны қайдан аламыз, біз енді бітіріп келіп жатырмыз. Сондықтан мен айтамын, студенттер барғанда бірден жұмыс істей беріңдер. Жинай беріңдер. Қандай болсын, келісім шарттар болсын. Өте маңызды. Өте маңызды. Алма Мен жұмыс істемеген жерім жоқ. Жұмыс істедім, көп жұмыс істедім. Қандай жұмыстар? Бірінші курста мен, енді бірінші жылы менде foundation болды. Ол жылы мен шынымен де жұмыс істеген жоқ. Бұны оқыдым, бейімделе бастадым. Өйткені бізде адаптация болды. 18 жасыма толдым, сосын мен жұмыс істей бастадым. Университеттің ішінде бізде халықаралық офис болды. Сол қазіргі жұмысымды сол жерде мен оқушыларға көмектестім. Өйткені түрік тілін білетінмін жақсы, келген кезінде ВНЖ-сін жасайтынмын, олардың құжаттарымен жүгіретінмін. Сосын мысалы регистрация, жаңа келген оқушыларға не қай жерде орналасқан секілді, сол университеттің қызметкері ретінде халықаралық офиста жұмыс істедім. Шетелдік азаматтарға көмектестім. Ал сосын менде 3-ші курста мен Венгрияға бардым. Венгрияда, Мажарстанда, мен Будапештте біздің консульствода жұмыс істедім, посольствода. Ол жерде бізде бірлік деген ассоциация болатын. Оқушылардың ассоциациясы. Жақсы түсіндім оның бәрін. Резюме түгендеп береді. Қалай таптың оның бәрін? Өзім ниетіммен, яғни маған керек болды. Сөйлесіп. Мен жұмыс істеп жүрмін деп айттым да? Иә, әрине маған ешкім келмейді ғой, сен жұмыс істейсің ба? Ол жерде ешкім келіп, бұл жерде енді қандай? Жоқ, мен әдемі сұлулығына бердім. Жоқ, мен біздің көріп отырған адамдарға лайфхак болсын дегенім, оны не істеу керек? Бұл жерде енді ең біріншісі шынымен де ниет болу керек. Не себептен жұмыс істеймін? Мысалы, менде әрине ақша көзін тапқым келді, иә, жұмыс істеп жатқан кезімде. Өйткені ата-анам маған ай сайын беретін, маған жеткіліксіз екенін түсіндім. Және бір жартылай болсын 20 сағат аптасына қиын емес қой. Жұмыс істейін деп мен өзім сұрай бастадым оқушылардан. Қалай сендер жұмыс істеп жатсың, не істеп жатсың екен? Көресің ғой, жан-жақта басқа да оқушылар болады. Бірінші курстан жұмыс істеп, сондай еті менен де тірі, иә, осындай коммуникацияласы өте жақсы дамыған. Сондай оқушылармен сендер эфирде отқанда кетіп жатсыңдар же. Коммуникациясы жақсы, сондай оқушылардан көресің да, және олар саған не болады, андай бір өрнек, иә, барасында сұрайсың, не істеп жатсыңдар? Өнеге болады, иә. Солай үйрендіп таптым. Негізінде әр елге барғанда студенттер, ата-аналар тағы ойлайды ғой, біздің бала бір өзі ғана барып қалады деп. Негізінде олар ассоциация, чаттар бар, иә, WhatsApp, Telegram, Facebook. Сол жердің өзінде де хабарландырулар өте көп келеді. Әрбір университетте карьера орталығы бар негізінде. Жұмыс істегісі келіп жүрген адамды бәрі біледі. Менде көп болады. Жабысқақ болады соған. Әрине. Сонда менің ойымша енді тоқтата алмайтын сияқтымын сендерді. Енді қосылады. Мен өзім ойлағам, былай 3 адаммен подкаст қалай болады екен деп, бірақ бөлек алсам қызық емес болып қалады, қазір сатылыммен алысып кетеді бар. Үшеуі өзара пікірталасып отырып бірдеңе түсіндіріп берсінші. Бірақ менде бір үлкен осы, мен білемін да, енді өзімнің кішкентай қызым оқып келе жатыр. Сосын мысалы інілер бар, сіңілілер бар. Бәрі оқуға таңдауға келген кезде жаңағы сендер айтқан қателіктерді көріп тұрасың. Оны сен айта бергеннен ол әсер етпейді. Ол үшін эксперттер, мамандар айтсын дедім. Біздің
подкасттың бір тұстары, мысалы студенттер, болашақ студенттер ата аналарына мынаны көрші деп меңзеп жіберсе болады. Иә. Сонда пайдалы болады деп үміттенемін. Иә. Аккаунттарын көріп тұрсыздар, оқуға түсемін, не істеймін деп жай ғана кеңес үшін жазсаңыздар болады. Бұл жарнама емес. Жай біз осылай сөйлестік, пайдалы болады деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет сізге. Енді дұрыстап шай ішейік.